Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай диванға чехол тігіп үйренетін боламыз. Угловой диван. Осыған чехол тігеміз. Ең бірінші мен өлшемдерді алудан бастаймын. Менде мынау 4 бұрыштан, мына жерден, осы жерден, осы соңына дейінгі ұзындық 2,53 болды. Диванның ұзындығы 2,53. Және мен мынау отыратын жердің, арқасын сүйеп отыратын жерден артынан бастап алдым. Артынан бастап примерно осы жерлерден түсіріп, кигізіп қоятын қылып жасаймын. Мен осы жерден түсіріп, айналдыра осылай өлшедім. Мына жаққа дейін менде тоже 2,5 болды. Плюс тағы 30 сантиметр етек қосылады. Етекті отдельно қосып тігем. Және мына жер менде бұрышы былай қарай 75 сантиметр болды. Былай қарай тоже 75 сантиметр. Енді мынаны мына подлокотниктікі 71 сантиметр болды. Осы бұрыштан мына жерге дейін 71 сантиметр болды. Осысын мына ені 17 сантиметр мына жерден былай қарай. Мен енді бұны осылай айналдырып кигізіп қоясын. Тоже осылай мына жаққа дейін түсіретін. Айналдырып жасаймын. Оны 62 сантиметр етіп алатын боламын. Негізі бұл подлокотникті тіккен кезде мен тура осылай, осы жерінен осылай лекала қылып сызып алайын деп тұрмын. Ең ыңғайлысы сол болады. Өйткені солай лекала екі жағынан да тура осы өлшемде түсетін болады ары қарай. Осы өлшемді осылай, осы форманы қағазға түсіріп сызып алам да, матаны тура солай қиып алам. Міне мен өзімнің таңдаған матамды осы ұзындық бойынша қиып алдым. Енді ені менде осы неге жетті, бәрі бірге. Міне артынан примерно 20 сантиметрдей қалды. Қайырылып былай және міне отыратын жерге дейін жетті. Бірде 46, по-моему. Мен жаңағы бірінші өлшемде дұрыс өлшемеппін. Осы не бойынша бірде 46 болды. Енді менде мына бұрышқа осыны жалғап тіген тағы қиып аламда. Осы бойынша, егер сіздер етегін желбезек етіп жасайтын болсаңыздар, осы жерден қиып алып, кейін желбезек етіп тігесіз етегін. Ал мен бәрін желбезек жасамаймын, тек киілетін ғана қылып қоям. Сондықтан осы жерден алып, былай келіп, қанша етек керек маған, соның бәрін қиып алатын боламын. Міне мен қажетті детальдардың бәрін қиып алдым. Мына жанына тігілетін, екі жанына 4-еу кетеді. Осындай формасын келтіріп қиып алдым. Жанының 4 штук қиып алдым. Және мына жанына кететін, мына жағын бекітетін мына матаны қиып алдым. Және осыдан төмен қарай түсетін қолдың тұратын жерінің ұзынан осыны да қиып алдым. Және етекті қиып алдым. Мен сборка жасамаймын, тек осылай келіп тұратын қылып жасаймын. Егер сіздер сборка жасайтын болсаңыздар, басқа жұқа матадан тіксеңіздер болады етектеріне. Және мына жақты да қиып алдым. Осы жерді қазір біріктіріп тігетін боламын. Және бұрыштағы артық матаны қиып алып тастап, осы бұрыштарын тігемін. Енді мен қазір ең алдымен мына бұрышты келтіріп алуым керек. Қазір мен бірінші болып мынау подлокотниктің осы бұрышына, осыны мынаған бекітетін жерді бекітіп тігіп алам. Содан кейін оны мынаған бекітетін боламын. Содан кейін қалған подлокотникті құрастырамын и основаға біріктіріп тігетін боламын. Содан кейін барып арғы бұрышты жалғаймын. Арғы бұрыш соңында етекті біріктіретін боламын. Міне мен осы жерден тігіп аламын.
міне мен мына бұрышты тіктім, мына жерді жалғап тіктім, и мынаған белгілеп қыстырып алдым, қай жерден тігетінімді. Мен үстін ғана қайырып тігем, жандарын қайырмаймын, өйткені сөгілмейтін мата. Сіздерде сөгілетін мата болса, қайырылып тіксеңіздер болады. Осылай қай жерден бекітетіндерімді қыстырып алдым, екі шетінен де. Осыны қазір үстінен бастырып тігетін боламын. Міне мен тігіп шығып, кигізіп көрдім, бәрі тұп-тура келді. Енді мен подлокотниктің екі жағын тігетін боламын, мына жағын, сосын арғы жағын мынаған қосып тігемін. Мына үстіне қосам, и мына астындағы основаға қосып тігіп аламын. Міне мен қай деталь қай жағынан тұратынын қыстырып қойып алдым. Енді осыларды ең бірінші, енді мына бұрышқа келген кезде мына бұрышты бірінші тігемін, сосын мына үстілерін тігіп аламын. Одан кейін барып мына жаққа основасымен біріктіретін боламын, Және мына жағынан тіккен кезде қараңыздар, мысал үшін екеуі де мынаған қиған кезде екеуі де бір жақтан болып қалмауы керек. Мысал үшін мынаның мына бетіне тігілсе, ана матаның мына бетіне тігіледі. Соны тіккен кезде де қарайсыздар. Енді мен қазір бірінші мына бұрышты біріктірем, сосын үстін, екі жақ үстін, сосын мына основасымен осы подлокотникті біріктіретін боламын. Міне мына менде жаңағы тіккен бұрышым. Осыдан төмен түскенде мына жақ менде сол ішкі бұрыш болатын жер. Мынау сол формам, осы бұрышты мен тігу керекпін, осылай бір-біріне жалғап. Мына бұрыш болатын жерімді аударам. Осылай тігемін бір-біріне қазір. Мына жерге жалғаймын. Осыны тігіп аламын. Міне, көрініп тұр ма? Осылай тігіп аламын. Және айта кететін жайт, осылай үстінен, мысал үшін сіз тігіске 1 сантиметр қалдырсаңыз 1 сантиметрді, 2 сантиметр қалдырсаңыз 2 сантиметріңізді сразу қалдырып тігесіз. Мына тігіске, кейінгі тігіске қалдырамыз. Бұрышымызды тіктік, бұрышымыз дайын. Енді мына жанындағы ұзын ленточкамызға, подлокотник қол қоятын жерімізге мынау әдемі кесіп алған ішке қарай формамыз болды ғой. Сол форманы тігіп аламыз. Мен былай сыртынан қыстырып қойғанмын жаңа. Міне екеуін біріктіріп, осылай тігіп шығамын қазір айналдырып. Міне бір жағын тігіп алдық. Енді осының сыртқы жағын тігеміз. Міне ол менде мына жақты былай белгілеп қойғанмын. Осы инелерді аламын да бір-біріне беттестіремін. Ортадағы тұратын, қолды қоятын жердегі формамызды, лентамызды бір-біріне беттестіреміз. Және мына беттестіретін нені, мына жақтағы торы қай жағында тұр? Көрініп тұр ма? Мына ленточканы беттестіреміз. Осы жерге жалғаған жаңағы бұрыш ішінен қойдық қой формамызды, жаңағы диванымыздың қол қоятын жердегі.
соған мынаны беттестіреміз. Солай енді осының қай жерден тігілетінін белгілеп алдық та, енді осыны тігіп шығамыз осылай жаңағы лентамызға. Мына жағы бізде етегі болып кетеді. Енді кигізіп көреміз. Міне менде бірінші жағы тура келді. Кигізіп көрдім. Енді екінші жағының мен жаңа әдейі тіккен жоқпын. Мына жағын қазір енді біріктіретін боламын. Бұны мен әдейі кигізіп көрдім, чтобы білу үшін, мен мына жақтан қанша марта артық тігіп жіберуге болатынын білу үшін. Енді осы основамен ана диванның жанының жаңағы формаспен бірге біріктіріп тігемін. Міне мен основасын тігіп болдым почти. Бәрі дұрыс келді. Но енді дивандағы бір артықшылық, диван тіккенде кішкентай артық жері болса, оны мынандай бұрыштарға итеріп кіргізіп жіберуге болады да. Но менде бәрі тура келді. Енді маған мына жанындағы мына жерді біріктіріп тігу керек. Осыдан мына жерге дейін тігемін. Және мына жақтағы мендегі енді ұзын ленточкамен мына жақ ұзындықты мына екеуін біріктіріп тігемін. Мына 75 сантиметрмен мына лентаның, мына үстінен түскен лентаның етегін бірге біріктіріп тігіп жіберетін боламын. Мына жақтан тігіп әкеліп үстін мына жерге дейін тігемін. Ары қарай үстінгі етекпен біріктіріп тігіледі. Міне мен үстін жалғап, етектерін жалғап тігіп алдым. Және енді соңғы жұмыс мынау артық жерді алып тастағым келіп тұр. Ол үшін мен осылай ұстап, мына бұрышты осылай сызып алам. Және екінші жағынан да сызып аламын. Міне мына жерде енді көрінеді ме, көрінбейді ме білмедім. Осылай мен сызып алдым бұрышты. Және осы төменгі жағынан ұстаймын. Мына жағынан да ұстап, қай жермен бір-бірімен жаңағы беттеседі, сол жерге ине қыстырып аламын. Содан кейін осы белгілеген жер бойынша осылай бұрышқа дейін тігіп шығатын боламын. Екінші жағында дәл солай істеймін. Міне мынау менің белгілеп алған инем, жаңағы бұрышты. Мынау сызған сызығым. Енді осы бұрышты, осы инеден өзімнің тігісіме жаңағы қалдырып, қиып алып тастаймын да, сосын осы бұрышты тігіп шығамын. Сонда менің бұрышым шығады. Сонымен жаңағы дивандегіміз дайын болады. Менде осы дивандег үшін 7 метр мата кетті. Егер одан да азырақ кетер еді, мына ортасында менде мынандай несі болды. Еще жазу тұрды, телефон номері тұрды. Екі жақтан да соны кестім, почти 10 сантиметрдей қиып алдым. Және екінші жағында да болды ондай жазулар. Сондықтан менде мата кішкене көбірек кетті. Но егер сізде басқа мата болса, одан да аз кетуі мүмкін. Емене қарай еще. Міне осымен дивандегіміз дайын. Мен ең шеткі жақтарын өңдеген жоқпын. Сіздерде басқа мата болса,
қайырып тіксеңіздер болады. Етегін қарасаңыздар, мен қайырып тіккен жоқпын. Кейін кружева ма бір нәрсе тігетін боламын, немесе осылай тұра береді, өйткені менде сетнемейтін мата. Баршаңызға, менімен бірге болғандарыңызға рахмет айтамын. Баршаңызға сәттілік.